Баламен сырттан келдік, далаға кетіп келдік, қарнымыз ашып кетті. Мынау бізде құрт көже. Анамыз айтатын, қыстың қымызы құрт көже деп. Өкінішке орай, құрт көжені білмейтін қазақтар бар екен, және олар енді үйренбегендіктен ғой. Бір таныстарыма құйып берсем, кәдімгі тыржиып шалмайды ғой құрт көжені. Біз өзіміз бала кезден осы құрт көжені ішіп өстік. Езілген құрт, шамалы күріш салады, және суға езіп ұн салады. Қою болу үшін. Сонда өте дәмді, қышқыл, тағаммен сусын деп те айта алмайсың. Салқын күйінде де ішуге болады. Бірақ біз бұны тамақ ретінде ыстық күйінде ішеміз. Сөйтіп қонып келдік. Сармай салып тұрып, нанмен кәдімгі салма ретінде ішеміз. Мына үйдің сармайы. Үйдің сармайы. Шыжық салса тіптен дәмді болады. Шыжғырып, майды шыжғырып, шыжығын салса, ешқандай суыққа тоңбайсың. Менің әпкем медик қой, сол айтады ғой. Құрт көже кәдімгі гемодез деп. Бұрын гемодез деген дәрі болды ғой, система. Ішекті тазартады, интоксикация бәрінен. Шынымен ағзаға өте пайдалы. Ыстық күйінде қазір неке. Нанмен ішіп аламыз. Ет асып жатырмыз, ет піскенше құрт көжені ішіп аламыз. Ас болсын. Құрт көжені білетіндер бар ма? Құрт көже ішіп өскен кісілер бар ма екен? Әлде сіздер де құрт көжені не екенін білмейсіздер ме? Бұл қайнатылған құрттан жасалады. Сүзбеден емес. Сүзбе қайнатылмаған құрт, е? Мына қайнатылған ол құрт. Мінекей, морозильниктен алып шықты, сіздерге көрсетейін деп көрдіңіздер ме? Соңғы кезде қазір осылай жасайды. Кепкен құрттан жасап, езіп жасасаңыз тіптен дәмді болады. Біз мынандай құрт дайын. Осыны ыстық суға езесің, күріш саласың, шамалы ұнды суға ұн езіп қосып жібересің. Болды. Керемет, ағзаға пайдалы тамақ дайын болып шығады. Ас болсын. Құрт көжеміз ішіп отырмыз. Мінекей сармайды құрт көжеге салдық қой, жаңа еріп кеттім. Ол аздай нанға жағып та жейміз ғой мінекей. Мынау үйдің, ауылдың сармайы. Тұз қосылған. Керемет, шынымен қыстың қымызы құрт көже. Ыстық күйінде ішсе, тамаша. Құрт көже ішетіндер лайк басыңыздар. Рахмет.